Барлықтарыңа сәлем достар, менің атым Еркебұлан және бұл менің жаңа видеом. Көріп тұрғандарыңдай, мен бүгін эндермен болып 100 күн өмір сүретін боламын. Ал мен видеоны бастаймын. Досым, егер сен бұл каналды бірінші рет болып отқан болсаң, лайк бас, каналға тіркел және колокольчикті басып кет. Сонда мен жаңа видеоларымды өткізе алмайсың. Давайте достар, осы видеода 20 лайк жиып тастайық, сонда осы эндермен или зомби болып тағы өйстіп көп деген видео андай шығады. Мынаны қараңдар, бойымыз болған үшін сыймай жатырмын ғой. Жарайды, ал мен выживаниямды бастаймын. Сендер уже лайк басқан шығарсыңдар деген үміттемін. Ал кеттік. Әдеттегідей біз ағаш алуымыз керек. Эндермен болып өмір сүрген қандай екені. Айтпақшы, мен қолым көрінбейді, бұл сондай баг сияқты ғой, қателік сияқты. Бізге қой керек болады. Оның эндерменнің күші көбейді. Кимнас андай жүректерге қараңдар, көбейді бізде. Кейін бізге сол аңдарды аулауымыз керек. Кеше бізге зомбилар атака қылмаса, андай шабуыл жасамаса керек, жарайды. Неге? Алайында верстак істеуім керек мен. Верстак істедік. Жарайды. Енді бізге таяқ керек. Таяқты алдық. Енді бізге енді балта керек. Бірінші кирка, кейін балта. Содан кейін енді қылыш істесек болады. Қылышты кейінірек істеймін. Қазір мен тас тауып алуым керек. Тезінен бастасың. Давай, бөзе. Аз қалды. Бойым жетпейді. Бойым ұзын ғой мен. Эндермендердің бойы ұзын ғой. Менің де шын өмірде бойым ұзын, кәдімгідей ғой. Сыймайсың ғой. Қайтып ойнайды, қайтып жүреді бүйтіп эндермендер, түсінбедім. Сындырайыншы өту үшін. Бір болды. Қас төбеге шығамыз. Айтпақшы, не айтпақшы. Өтіп бітті меніңше. Болды. Достар, егер осындай видеолар көп шыққан қаласыңдар, давайте осы айтқандай видеода көп лайк, максимум лайк жинақ. Сонда достар, кейін және достарыңа айтып кетіңдер, мен каналыма көрсін деймін. Кіріп көрсін деп айтамын. Сол айтарым осындай. Жарайды, выживаниямызды жалғастыра береміз. Тағы не айтпақшы? Болды, айтатын жерім жоқ. Енді ағашты көп жиып алдық. Үй саламыз ба, или жалғастыра береміз? Өнерде сиыр жүр, сиырды өлтіріп тастайсың. Бой ұзын болған жаман ғой. Бір удармен өлтіріп қойдың ғой. Андай қайтыма эндермен болғанды білгісі келсе, видеоның соңына шейін көрсін. Сонда мен қалай қайтып эндермен болғанымды айтатын боламын. Ол үшін Майнкрафттың версиясы 1.16 болу керек.
Мен сол себепті 1.16 версияны өткізіп алдым. Кейін есе сол ойнап жатырмын қазір. Сол 1.16 версияны. Жарайды. Уже кеш батқан жоқ, кеш батыпты. Мам, это қыңдаршы. Менде бітті зор идея бар. Қараң. Жоқ. Айтпақшы есіне түсіп кетті ғой, суға түссең эндермен өледі. Жарайды. Бізде асқабақ бар екен. Асқабақтан не істесек болады? Асқабақтан қазір көрейікші. Жоқ, асқабақтан вообще ештеңе істей алмайды екенбіз. Уже кеш батты. Бізге үй керек па? Жоқ, керек емес бізге. Бірақ қайда өтеміз мына судан? Так. Менде блоктар бар ғой. Бұл блоктармен өтіп кете бересің. Эндермен болған бір жері бір қызық екен, бір андай екен, қиын екен. Келіскендер лайк бассын да. Айтпақшы, 60 подписчиктер үшін рахмет. Давайте енді 70 подписчикке шейін жеткізіп тастайық. Аз қалыпты ғой. Кейін сөйтіп 80-ге көтерілеміз, кейін сөйтіп 90, 100 сөйтіп көтеріле береміз, жай. Уже кеш батты. Маған тағы қойды өлтіру керек. Сонда төсекке жата алып ұйықтай алам. Өзіме кровать істей алам. Қайырден тапсам болады. Жарайды. Эндермендер өз түнде шығады ғой. Айтпақшы, зомбилар бізді өлтіре ала ма, өлтіре алмай ма? Өлтірмесе керек, бізде сондай монстрымыз ғой. Ұстасайын. Зомби. Мен өлтірмеген, алдына барып көрейінші. Өлтіріп. Эндермен жер тұрды. Мен де олардан андайдан шықпейін формадан. Мен де андаймын. Крипер жарылмай атыр алдымда. Достар, эндермен болған қызық екен қосын, монстр болсаң. Жарайды, мен кеттіге. Қараңғылы мүтсе, неге ештеңе көрінбейді болса? Суға түсіп кетпесек болды, сәл-ақ қылды. Маған кровать керек. Кровать үшін қой керек. Қойды мен қақтан табамын. Мен қой базарға барып келем ба, или мал базарға ма? Жоқ! Екінші суға түспеймін. Достар, выживаниямыз қызық кетіп отқан шығар, деймін. Маған порох керек. Маған динамит істеу үшін порох керек бәрібір. Маған өлтір. Зомбиға тиіс көрейікші? Зомби. Паразан бар ма? Жарайды, бұларға тиіспей-ақ қойсын. Маған қазір басқа нәрсе керек. Өлмекші. Бізге факел керек, бірақ бізде уголь жоқ қой. Маған уголь керек еді. Жарайды, таң атқанша күтеміз енді. Ақыры бізге қой қолымызға түспеді. Жарайды, достар, осымен видео аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңдар, подписаться етіңдер, және колокольчикті басып кетіңдер. Сонда менің жаңа видеоларымды өткізе алмайсыңдар. Және осындай видео шыққан қаласыңдар, давайте лайктарын баса беріңдер.